Түркістан облысы Төле би ауданы Әл-Фараби атындағы жалпы орта білім беретін мектебі, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Тілеуберлина Гүлжан Өміржанқызы. Қазақ тілі 9-шы сынып. 8-ші бөлім. Биотехнология жаңалықтары. Сахиев Жүніс. Уақыт қайтарымдары. Сабақтың тақырыбы: тағам биотехнологиясы. Оқу мақсаттары: коммуникативті жағдаятқа сай сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз ойын жеткізу. Жазба жұмыстарында шартты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру. Сабақ мақсаттары: жағдаятқа сай сөйлеу тіліндегі интонацияны біледі. Шартты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемнің анықтамаларын айтады. Сөйлемде шартты бағыныңқылы сабақтас сөйлемді табады. Бағалау критерийі: сабақта құрмалас сөйлемнің анықтамасын айтады. Сөйлем ішінде шартты бағыныңқылы сөйлемді табады. Өз ойын толық жеткізе алады. Құрметті оқушылар, бүгін біз жаңа сөздермен танысайық. Дерт, болезнь, ұлпа, пушистый, будандастыру, скрашивать, жылыжай, теплица, нәрлі, питательный, ашту, заквасить. Ой қозғау. Құрметті оқушылар, берілген сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші сұрақ: қазіргі кезде Қазақстандағы биотехнология саласындағы зерттеулердің деңгейі қандай? Екінші сұрақ: Қазақстанда биотехнология саласының мамандары жеткілікті ме? Үшінші сұрақ: саған биотехнолог мамандығы ұнай ма? Не себепті? Құрметті оқушылар, 37-ші беттегі оқулығымызды ашып, 37-ші бетке мән берейік. 7-ші тапсырма: сөйлемдерді шартты бағыныңқылы құрмалас сөйлемдерге айналдыр. Бірінші: қазіргі кезде қымыз биотехнологиясы жан-жақты зерттелуде. Екінші: қымыздың ашуы ғалымдарды қызықтырып отыр. Үшінші: қымыздың құрамында С дәрумені өте көп. Төртінші: қымыз құрт ауруының алдын алады. Бесінші: онымен ауырған адамның тез жазылуына ықпал етеді. Бесінші: онымен ауырған адамның тез жазылуына ықпал етеді. Алтыншы: ашқан қымыз шөлді басады. Жетінші: қан тамырды зиянды қалдықтардан тазартады. 8. Қымыз ашығанда пайда болатын сүт қышқылы астың жақсы қорытылуына көмектеседі. Құрметті оқушылар, тапсырманы орындаған кезде мұқият, алдыңғы сабағымызды еске түсіріп, шартты бағыныңқылы құрмалас сөйлемдердің сұрақтарына және анықтамаларына мән берейік. Тиянақты
ұқыпты орындауға тырысыңдар. Мен сендерге қазір шартты бағынықлы сабақтас құрмалас сөйлемнің анықтамасын жібердім. Шартты бағынықлы сөйлемнің сұрақтары қайтсе, не етсе, қайткенде, не еткенде, қайтпей, не етпей, қайтпейінше, не етпейінше деген сұрақтарға жауап береді екен. Осы сұрақтарға мән беріңдер. Құрметті оқушылар, асықпай жазылымды орындап болсақ, өзімізді тексеріп көрейік. Бірінші, егер қазіргі кезде қымыздың биотехнологиясы жан-жақты зерттелсе, онда біз ең жақсы нәтижеге қол жеткіземіз. Екінші, егер қымыз зерттелмесе, онда оның ашуы ғалымдарды қызықтырмас еді. Үшінші, егер қымызда С дәрумені көп болса, бұл біздің денсаулығымызды жақсартады. Төртінші, егер қымыз құрттың пайда болуына жол бермесе, онда бұл емдеудің ең жақсы әдісі болады. Бесінші, егер сіз осыдан зардап шеккен адамды тез қалпына келтіруге үлес қоссаңыз, онда нәтижесі жақсы болады. Алтыншы, егер ашыған қымыз шөлді қандыратын болса, оны сатылымға шығаруға болады. Жеті, егер қымыз қан тамырларын зиянды токсиндерден тазаласа, онда оны дәрі ретінде тағайындауға болады. Сегіз, егер қымызды ашыту кезінде пайда болатын сүт қышқылы тағамды жақсы сіңіруге көмектесетін болса, онда бұл туралы барлық науқастарға кеңес беруге болады екен, балалар. Жақсы, сіздердің де тапсырманы осылай орындады деген сенімдемін. Сабақты осылай тиянақты орындауға атсалысып отырайық. Ген шартты бағынықлы сөйлемдерге мұқият болайық. Енді балалар, 8-ші тапсырмаға мән берейік. Ол да жазылым. Қымыз туралы ақпаратты пайдаланып, жарнама дайында. Дескриптор. Қымыз туралы ақпаратты пайдаланып, оқушы жарнама дайындайды. Жарнама дайындаған кезде де жан-жақты ізденіп, өз ойымызды толық жеткізе біліп, жарнама дайындауға кірісейік. Асықпай 8-ші тапсырманы орындауға кірісіңдер. 8-ші тапсырма бойынша жарнаманы дайындап болсақ, сол жарнаманың жауабын тексеріп көрейік. Жауабын салыстырып көріңіздер. Қымыз қазақ халқының ежелгі қышқыл және дәмді сусыны. Қымыздың көптеген емдік қасиеттері бар, және олар өте пайдалы. Біздің ата-бабаларымыз ежелгі уақытта да осы қымыз сүтімен емделген. Қымыздың дәмі керемет. Қазақстанда қымыздың дәмін татпайтын адам жоқ шығар. Егер сіз сау болғыңыз келсе,
мен барлығына кеңес беремін. Міндетті түрде қымыз ішіңіз. Міне балалар, сіздердің де орындаған жарнамаларыңыз тура осылай шықты деп ойлаймын. Әрине керемет, өз ойларыңды толық жеткізе білдіңдер. Оқулығымызды ашып, 9-шы тапсырмаға мән берейік. Тағам өндірісінде биотехнология қолданудың пайдасы мен зияны туралы постер қорғау. Құрметті оқушылар, зиянды жағын бір бөлек, пайдалы жағының бір бөлек жазып, постер қорғауға кірісіңдер. Постерда да өз ойларыңды анықтап жеткізуге тырысыңдар. Енді сол постердің жауабын салыстырып көрейік. Зиянды жақтарына мән берейікші. Бургер, кола, пицца, чипсы, жарайсыңдар балалар. Тағы газдалған сусындар, кейін майлы тағамдар, кейін бізде кирешки де жатады екен, не? Жарайсыңдар, ойларыңды толық жеткізіпсіңдер. Ал енді пайдалы жақтарына қарайық. Қымыз, сүт, айран, құрт, ет, май, боза, жарайсыңдар балалар. Яғни бұл пайдалы жақтардың көбісінің құрамында С, Е, Д дәрумендері бар екенін толықтай жеткіздіңдер. Әрине, бұл бізде денсаулығымызға өте пайдалы екен, е? Пайдалы мен және зиянды жақтарын біз жақсы жеткіздік. Рахмет. Құрметті оқушылар, біз сіздермен күнделікті сабағымызда кері байланыс жасаймыз. 5 бармақ әдісін күнделікті жүзеге асырамыз. 5 бармақ әдісін біз күнделікті жиі қолданысқа ие болып жүрміз. Бірінші, бас бармағымыз жоғары көтеру арқылы барлық сабақты түсіндім деген мағынаны білдіреді. Жанына қарай көрсету, енді түсініп келемін дегенді білдіреді. Ал бас бармақ төмен түсу арқылы мен түсінбедім деген мағынаны білдіреді. Біз бүгінгі сабақты түсінген болсақ, осы әдіс тәсілді 5 бармақты көрсету арқылы көрейік. Керемет балалар, тамаша. Сендер бүгінгі сабақтан жақсы түсінік алып, жазба жұмыстарын жақсы орындағандарың көрініп тұр. Жарайсыңдар. Керемет. Сендердің жауаптарыңа, бүгінгі кері байланыстарыңа ризамын. Оқу тапсырмасы. 10-шы тапсырмаға мән берейік. Еліміздегі биотехнология саласындағы жаңалықтар туралы ақпарат дайында. Әрине балалар, бізде интернет, үйде көп нәрсені, көптеген ақпараттарды іздеп табуға болады. Немесе газет журналдарды алып, осы биотехнология саласындағы жаңалықтардың ақпараттарын жинап, оқу тапсырмасын орындайтындарыңа кәміл сенемін. Орындаған кезде тиянақты, асықпай, ойымызды толық жеткізуге тырысайық. Әрине балалар, сендер бұл тапсырманы да орындайтындарыңа кәміл сенемін. Бүгінгі менің сабағымда көңіл қойып тыңдағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Сау болыңыздар.